Ақтөбе қаласы 11 мамыр. Бағдагүл ханым, біз анау кім еді? Динара Сәтжанға келатық. Сіз кеше не дедіңіз? Бір бәле дедіңіз ғой. Ертең бізді де айтып ұрсып отырмаңыз. Біз шлюха емеспіз, бірақ. Мы тебя любим. Да. Қазақша сөйлейтін шығар, Қазорымша орысша сөйлеп тұрмас, мен орысша білмеймін. Ең алдыңғы рясында 150 мыңға. Әперейін ба біреуін? Артында да көре бермеде. Ақтөбе. Көңілге қалай. Мен сіздердің тамаша қонақжайлыларыңызды өте жақсы көремін. Әсіресе әйелдеріңізді құрметтеймін, бағалаймын, қолдаймын. Вот вы очень фактурная женщина. Вы созданы... Да, знаете, многие думают, что у тебя 18-летние девчонки, а у нас 100 тысяч подписчиков там. Ой, Бағдагүл апам ашу басылды мекені. Это огромная аудитория, которая пойдет за тобой, которой ты можешь что-то объяснить, которой ты можешь что-то разъяснить, которой ты можешь помочь, да? И поэтому вы... Қыздар, мен дым түсінбедім, бірақ костюмы күшті екен. Нет, а кто может вас осуждать? Сейчас никто. Сейчас, конечно, главные фанаты. Они первыми заходят, а они передумают. Бағдагүл айтып жатыр, Ой, Бағдагүл. Во-первых, когда мне как... Ну, не помните меня, потому что у меня есть муж. Қазақ елі мына халықтың мұң-мұқтажын, халықтың әл-ауқатын, ана тіл дәстүрімізді айтатын депутаттарымыз санасыз болып тұр енді. Әйеліне істеп тұрған қанат дәулетен. Сол депутат қой кезінде ақыл сатып байыған адам. Кезінде ақыл сатты осы. Сонда ол не ақыл сатқан? Өзінің басында ақыл жоқ қой. Сосын ғой біздер мына аяқта отырып шырылдап отырмыз. Біздің сөзімізден гөрі солардың сөзі өтімді ғой. Неге қазақ тілі мәселесі мен көтеріп жатырмын, сен үйшеге айқай шығар. Сондай мәселелерді көтерудің орнында баланың ісін жасап жүр. Не тоқтатпайсың, мына үкімет сонда бізді мазақ қылып отырса ма? Мынандай айтатын кісілер біз жүрміз, айта алмай. Сөз бостандығы жоқ. Мына депутаттар барып бізді клоундар қысып, әдейсін неге қуып жүрмейді, соған үкіметтің әлемет бізге әлдерін келеді. Ана клоунға әлдерін келмейді. Неге? Сұрақ сіздерге. Кстати, про ТикТоки. Когда она начала говорить про ТикТок, она такая говорит, короче, все развивайте свой личный бренд, якобы он нужен для того, чтобы дороже продавать, даже тем, которые лепят пельмени. И в сторону Жанат. Я такая думаю, вот кринж. Не знаю, Жанат просто человек добрый, но я, если бы была бы, и если бы я влепила бы манты и пельмени, у меня была бы такая огромная корпорация на весь город, да, который, можно сказать, народный выбор, да, если бы какая-то вот курица приехала бы с Алматы, что-то сказала бы про мою продукцию или вообще про мой бизнес, честное слово, я бы ушатала микрофоном. Вот честно, это была бы эпичная драка. Ну вот, вообще, короче, кринжа много натерпелась. Еще вчера меня это, короче, сказило. Я еще Жанат написала, говорю, ну ужас какой. Уж кто должен говорить про личный бренд? Человек хотя бы, у которого 25 миллионов охваты. Ну вот, Жанат может вести такие форумы. Поэтому, дорогая Динара Саджан, как посетитель вашего форума, у меня есть к вам 3 важных замечания. Первое, прежде чем ехать в другой город, вы его немножко хотя бы узнаете. Гор у нас тут нет. Второе, ознакомьтесь, пожалуйста, с предпринимателями нашего города, особенно когда вы с ними знакомитесь вживую. И если вы уж говорите о личном бренде, то дайте человеку договорить, как именно он выстраивает свой личный бренд. Говорить о том, что личный бренд помогает продавать пельмени задорого,
Это тоже ошибочное мнение, так как пельмени вообще считаются продуктом питания. И оно контролируется специальными органами, цены на них. Так что личный бренд здесь не поможет. Третье, что я хотела бы сказать. После просмотра вашего форума я не осталась с какой-либо вообще нужной информацией. Заплатила бы я? Нет. Мына қарапайым халық сөйлеп жатыр ғой, ішер асқа киіп киімге жарамайды. Ай сайын кредит төлесе де еліне бір өкіп келмей қазақша сөйлеп отыр ғой. Сендердің не ырзашылықтарың жоқ, сол еліңнің тіліңді құрметтеу үшін. Білімің жетпейді десең, қалай сен білімің жетпесе сондай дәреже? Ақшаң жоқ па? Ана адамды жалдап оқыңызшы, ана тілі керек болса. Сіздің ізіңізден қанша біздің жастарымыз ереді ғой. Ана тілдің мәселесін қалай шешеміз біз сонда? Неге рұқсат бересіздер? Санымыз қайда кетті? Өткенде ғана шығардыңдар ғой. Осындай тереңсіз, айтары жоқ кештерге кім рұқсат берді? Бұның кешін тексеріңізші, менің сөзім дәлелі бар ғой. Кеше болған кешінде 20 теңгеден кіргізіп өтірік айтады, Ақтөбенің қайдағы бизнесмендер 20 мыңнан бере сатқан жоқсыздар ма?